Бүгінгі видео сабақта біз математикалық сауаттылықта кездесетін өзен ағысына байланысты есептерді шығаратын боламыз. Бастапқы есептер оңай, ары қарай деңгейі қиындай береді. Ендеше кеттік. Бірінші есеп. Катердің меншікті жылдамдығы 12,3 км сағат, өзен ағысының жылдамдығы 3,8 км сағат. Катердің өзен ағысымен және ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығын табыңыз. Бірінші берілісін жазып алайық. Бізде меншікті жылдамдығымыз 12,3. Ал өзен ағысының жылдамдығын V деп қояйық, 3,8. Бізге табу керек катердің өзен ағысымен болғанда бізде катердің меншікті жылдамдығы мен өзен ағысының жылдамдығы қосылады. Яғни 12,3 қосылынған 3,8 тең 16,1. Келесі ағысқа қарсы жүзгендегі. Ағысқа қарсы жүзсе, катердің меншікті жылдамдығынан өзен ағысының жылдамдығын азайтамыз. Яғни 12,3-тен 3,8 азайтамыз. Тең 8,5. Яғни бізде өзен ағысымен болса қосамыз, ағысқа қарсы болса азайтамыз. Біздің жауабымыз өзен ағысымен 16,1, ағысқа қарсы 8,5. Келесі есеп, катер өзен ағысымен 1 сағатта 32,3 км жүреді. Ағыстың жылдамдығы 4,5 км сағат. Катердің ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы 1 сағатта, жазып қояйық, 32,3 км жүреді. Ағыстың жылдамдығы, өзен ағысының жылдамдығы бізде 4,5. Катердің ағысқа қарсы жүзгендегі. Яғни V меншіктіден азайтамыз V өзен ағысының жылдамдығын. Бірінші біз меншікті жылдамдық табамыз. Меншікті жылдамдық жолды уақытқа бөлеміз. 32,3 бөлінген 1 тең 32,3. Енді бізде 32,3-тен азайтамыз 4,5-ті. Бізде қарсы жүзгендегі жылдамдық болғандықтан таңбамыз минус. 27,8. Бізде жауабымыз осы. Есеп, теплоходтың ағыс бойымен жылдамдығы 31,3. Ағыс бойымен. Өзен ағысының жылдамдығы 2,9. Теплоходтың меншікті жылдамдығын табыңыз. Ағыс бойымен болғанда V меншікті қосылады, V өзен ағысының жылдамдығы 33,1. Өзен ағысының жылдамдығы бізде берілген екен. 2,9. Яғни осының орнына қоямыз. V меншікті тең 33,1 азайтылған 2,9 тең 30,2. Біздің жауабымыз осы. Келесі есеп, теплоходтың меншікті жылдамдығы 47,5, ал өзен ағысымен жүзгенде 51,3. Теплоходтың өзен ағысына қарсы жылдамдығын табыңыз. Меншікті жылдамдығы 47,5, ал өзен ағысымен жүзгенде, яғни V меншікті қосылған өзен ағысының жылдамдығы 51,3. Теплоходтың өзен ағысына қарсы болғанда меншікті жылдамдықтан өзен ағысының жылдамдығын азайтамыз. Осын табуымыз керек. Меншікті жылдамдықты орнына қойып, өзен ағысының жылдамдығын табамыз. Өзен ағысының жылдамдығы 51,3-тен азайтамыз 47,5-ті. Тең 3,8. Енді меншікті жылдамдығымыз 47,5, өзен ағысының жылдамдығы 3,8, яғни ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы 43,7. Біздің жауабымыз осы. Келесі есеп, катердің ағыс бойынша жылдамдығы 19,2, ал ағысқа қарсы 14,8. Өзен ағысының жылдамдығын табыңыз. Ағыс бойынша, яғни V меншікті қосылған V өзен ағысы тең 19,2. Ал ағысқа қарсы V меншікті азайтылған V өзен ағысы тең бізде 14,8. Өзен ағысының жылдамдығын табыңыз. Бізге өзен ағысының жылдамдығын табамыз. Осында жүйе құрамыз. Жүйелерді бір-біріне қосамыз. Яғни 2V меншікті
таңбалары қарама қарсы болғандықтан жойылады. Тең 34. В меншікті тең. Енді осы В меншіктіні кез келген теңдеуге қойып, өзен ағысының жылдамдығын табамыз. Екінші теңдеуге қояйық. 17 азайтылынған В өзен ағысы тең 14,8. Өзен ағысының жылдамдығы 2,2. Біздің жауабымыз осы. Келесі есеп катердің ағыс бойымен жүргендегі жылдамдығы 18,2, ал ағысқа қарсы жүзгенде 12,4. Осы өзен бойымен жіберілген сал 4 сағатта қандай қашықтықты өтеді? Берілісін жазайық. Ағыс бойымен, яғни В меншікті қосылған В өзен ағысы тең 18,2. Ал ағысқа қарсы В меншікті азайтылған В өзен ағысымен тең 12,4. Сал 4 сағатта. Бірінші меншікті жылдамдықты тауып алайық. Яғни екі теңдеуді қосамыз. 2 В меншікті таңбалары қарсы жойылып кетеді. Тең 30,6. В меншікті тең 15,3. Бізде осы өзен бойынша жіберілген сал. Сал дегеніміз, яғни салдың жылдамдығы бізде осы катердің меншікті жылдамдығына тең. Себебі салдың бізде жылдамдығы жоқ. Иә? Енді қандай қашықтықты өтеді? S тең V көбейтілген T. Бізде жылдамдығымыз 15,3 көбейтеміз 4-ке тең 61,2. Біздің жауабымыз осы. Келесі есеп теплоходтың меншікті жылдамдығы 57,3, ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы 43,7. Теплоходтың өзен ағысымен 3 сағатта қандай қашықтық өтеді? Так, бізде меншікті жылдамдығы 57,3. Ағысқа қарсы жүзгендегі, яғни В меншікті азайтылған В өзен ағысының жылдамдығы 43,7. Өзен ағысымен 3 сағатта. S тең. Бізде формула В көбейтілген Т, иә? Бұл жерде өзен ағысымен деп тұр. Сондықтан біз осы жерде тұрған В-ны ашып жазамыз. Яғни В меншікті қосылған В өзен ағысы. Көбейтілген 3 сағат тең 57,3. Өзен ағысының жылдамдығын меншікті жылдамдықты орнына қою арқылы есептейік. Өзен ағысы тең 13,6. Меншікті жылдамдық 57,3 қосылған өзен ағысының жылдамдығын жаңа таптық. 13,6 көбейтілген 3 тең 212,7. Келесі есеп катер 1,3 сағат бойы көлмен, одан кейін 2,5 сағат бойы ағыспен төмен өзенде жүзді. Катердің меншікті жылдамдығы 24,6, ал ағыс жылдамдығы 3,8 км сағат болса, катердің барлық өткен жолын табыңыз. Так, бізде 1,3 сағат бойы ол көлмен жүзген. Так, жылдамдығы бізде катердің меншікті жылдамдығы 24,6. Осы уақытта жүрген жолын табайық бірінші. В көбейтілген Т тең 24,6. 24,6 көбейтілген 1,3 тең 31,198. Екінші, одан кейін 2,5 сағат бойы ағыспен төмен өзенде жүзді. Ағыспен, яғни бізде В меншікті қосылады. В өзен ағысы көбейтілген уақыт тең. Так, мына жерге S деп қояйын. В меншікті 24,6 қосылған өзен ағысының жылдамдығы 3,8 көбейтеміз. Ол 2,5 сағат бойы жүрген. Тең. Так, 28,4 көбейтілген 2,5 тең 71. Яғни ол бірінші уақыт бөлігінде 31,98 км, ал екінші уақыт бөлігінде 71 км жүрген, яғни осы екеуін қосамыз. Тең 102,98 км жүрген, почти 103.
Келесі есеп. Теплоходтың меншікті жылдамдығы 40 км сағат, өзен ағысының жылдамдығы 1,8 км сағат. Теплоходтың 4 сағатта өзен ағысына қарсы қандай қашықтық жүреді? Так, бізде меншікті жылдамдығымыз 40, өзен ағысының жылдамдығы 1,8. Теплоход 4 сағатта өзен ағысына қарсы. Яғни өзен ағысына қарсы болса, біз меншікті жылдамдықтан өзен ағысының жылдамдығын азайтамыз. Яғни 40 азайтылған 1,8 тең 38,2. Яғни осындай жылдамдықпен ол өзен ағысына қарсы жүреді. Оның жылдамдығы. Осыны 4-ке көбейтсек, яғни уақытқа s тең v көбейту т. Мынау бізде v, мынау бізде т. Екеуін көбейтеміз. Тең 152,8. Біздің жауабымыз осы. Осымен мен дайындаған есептер аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.